Сәлем достар, өте дәмді болып шығатын, езілмейтін қолдың кеспесін дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Жұмыртқаны ыдысымызға салып, үстінен аздап тұз саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін үстінен ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан бөліп отырып саламыз. Қамырға су қосып қажет емес. Тек қана жұмыртқаның өзіне илейміз. Сол кезде кеспе өте дәмді болып, езілмей піседі. Мінекей осылай араластырып, қолмен қамыр илейтін боламыз. Онды аз-аздан саламыз. Қамыр дайын болды. Өте қатты да жұмсақ та болмау керек, орташа болу керек. Енді қамырымызды осылай қолмен кішкене 5-10 минуттай илеп, бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Мінекей 10 минут уақыт тындырдым. Енді қамырды жаюға кірісеміз. Ұн сеуіп отырып, қамырды жұқалау қылып жаятын боламыз. Қалыңдығы орташа болу керек, қатты қалың немесе қатты жұқа да болып кетпеу керек. Мінекей қамыр дайын. Осындай дөңгелек етіп жайып аласыздар. Содан кейін үстіне ұнды сеуіп, видеодағыдай кеспені дайындайтын боламыз. Қамырды осылай орап шығамыз. Кескен кезде сол кезде ыңғайлы болады. Қамырды осылай ортасынан бөліп, енді кеспелерімізді кесетін боламыз. Мінекей осылай барлығын кесіп шықтым. Өте дәмді болып шығады бұл кеспе. Тек қана жұмыртқаның өзінен дайындағасын шашырап әдемі болып шығады. Және піскен кезде езілмейді. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз.